Мұрат Кенжебаев, көкіректегі мұң мен мұз. Сыртта ойнап жүрген Мұқан ас үйден су ішпекке кірген еді. Іш жақтан нағашы атасының қатты шыққан дауысын естіп, селк ете қалды. Ақырын барып, шелектен су алып ішті де, дәлізбен қонақ бөлмеге жақындап барып, тыңдады. Бөлмеде 3 адам бар сияқты. Айқайлап, жекі бұрсып жатқан бұның нағашы атасы. Шалына жасқан шақтай сабыр айтып отырған кемпірі, яғни Мұқанның нағашы әжесі. Және еңкілдеп жылап, мұрнын қайта-қайта тартып, өксіп отырған бұның анасы болатын. Сен оңбаған қыз, мені қара жер қылдың. Некелі байың бола тұра, неге біреумен әмпей-жәмпей болып жүрсің? Мына елге қарар бет қалмады бізде. Сен бір шірген жұмыртқа болдың. Кет, құры! Енді қайта есігімді ашушы болма. Сен мен үшін өлген адамсың. Көзімнің тірісінде бұл үйден, бұл ауылдан көрмейтін болайын. Кездесе қалсаң, бауыздап өлтірем, деген нағашы атасының дауысы шыққанда, әжесі мен анасының жан ұшырған дауысы қатар шықты. Папа, кешірші мені, мен оны сүйіп қалдым. Кешірші деп жалынып жатқан сәтінде, Мұқан, шық бол деген бірге ойнап жүрген көрші баланың дауысы естілді. Іштегілер бір сәт құлақ түріп тынып қалды. Бұл сыртқа зытты. Қайта-қайта үй жағын алаңдап алысқа ұзамай жүрген Мұқанды анадай жерден анасы шақырды. Елпілеңде жеткен бұны анасы құшақтап бауырына басып, балам, мен алысқа, басқа бір жаққа кетіп бара жатырмын. Біраз уақыт осы нағашыңның үйінде бола тұрасың. Осы жерде мектепке барасың. Нағашы ата жең еркелетет, нағашы анар жеңешең саған күнде тәтті тамақтар пісірет. Мен басқа қаладан үй алғасын сені көшіріп алам. Сен ақылды бол, жақсы оқы. Мен келіп алып кетем, көп кешікпей келем деп екі бетінен кезек-кезек сүйіп, жол сөмкесін алды да артына қарамастан кете берді. Ойын қызып, есі сол ойынға кетіп тұрған 9 жасар Мұқанға анамды енді көрмеймін-ау деген ой мүлдем кірген жоқтын. Азгем анасының артынан қарап тұрды да, қайта ойынға араласқасын бәрін ұмытты. Кешқұрым балалар тарап, әркімді аналары, әкелері шақырып алып жатқанда ғана Мұқанның аш екені есіне түсті. Асыға басып нағашысының үйіне келді. Иә, бұлардың өз үйі басқа ауылда, бірақ осы соңғы бір аптада осында келген. Өз үйлерінде үлкен ұрыс болған, әкесі анасын ұрып соғып, жаман балапыт сөздер айтып, анасы баласын ертіп, түн ішінде шығып кеткен. Содан соң әкесін көрген емес. Мұқан анасына үйге барайықшы дегенде, анасы, әкең мас, барсаң ұрат, мастығы жазылғасын барамыз дегесін, Мұқан көнген де қойған. Себебі мас адамның жынды адамдай ешкімге әл бермей, қолына түскенмен ұрып, жұртты қырып кете жаздайтынын білетін. Бір-екі көршісі солай апталап ішіп жатқанда, бала шағасымен осылардың үйін паналайтын. Сол естелік ойлармен нағашысының үйіне кіріп келіп, нағашы ата-әжесі мен нағашы ағасы құрбанға шәй беріп отырған жеңгесі Анарға еркінсіп, жеңеше, шәй беріңізші, не тамақ пісіріп жатырсың деп, дастархан басына отырғаны сол еді. Нағашысы құрбан, шық бар, қолыңды жуып кел, не мынау, үсті басың шаң топырақ, деп зірк ете қалды. Бұрын соңды бұлардан мұндай сөз естімеген Мұқанның жаны шығып кете жаздап, көзіне жас толып шыға келді. Сүйретіле басып, ауыз үйден беті қолын жуып келіп, қайта отырды. Осыны күтіп отырғандай, атасы да, атаңа нәлет, жатыры жаман қу жетімек, сенің де қандай адам боларыңды ит біліп пе? Өлер шағымда көзіме күйік болатын болдың ғой, деп бетін шала сипап, орнынан тұрып кетті. Сол күннен бастап бұрын еркелетіп, бар дәмдісін аузына тосатын нағашылар үйі бұған салғын қарап, бөтенсіреп шыға келді. Сол бір сәттен ақ Мұқанның жетімдік өмірі басталған. Кейінірек ес білгенде түсінгені, мұның анасы іс сапармен келген бір жігітпен танысып, ешкімге білдіртпей кездесіп жүреді екен. Алақандай ауылда құпия бола ма? Біреу сезіктеніп, біреу күмәнданып, өсек қылып жүргенде, бұның әкесіне де хабар тиген. Содан әкесі жігітті өлтірмекші болып аңдып жүріп, қолға түсірген екен.
Ана жігіт жатқан үйінің терезесінен секіріп түсіп, қашып құтылыпты. Мұхандардың үйін өз атына ауыстырып алмақшы болған әкесінің ағасы Мұханға қарайласатын болып, қамқоршы деп белгіленген екен. Бірақ өмір бойы тас карьерінде жұмыс істеп жүрген ағасы өте жуас, тек жұмысқа барып келуден арыға аса алмайтын бозымбай еді. Бар шаруаны оның пысық әйелі тындыратын. Ол үйді сату, айырбастау үшін Мұханның 18-ге толуы шарт еді. Қамқоршыға ол үшін қырғын құжат жинау қажет болды да, Мұхандардың үйі солай қараусыз тұрып қалды. Алды-жалды нағашыларынан зәбір көріп, ағасының үйіне бара қалса, ағасының әйелі жыландай ысылдап, бұның жанын алардай жеріліп қалатын. Мұханның әкесі ізім қайым жоғалса да, арагідік пәлен қалада базарда арақ ішіп жүр екен деген хабарларда шығып қалатын. Атанасыз қалғалы маңдайынан бір сипалмаған Мұханға енді ол хабарлардың бірі де қызықсыз еді. Баланың бойын қатыгездіктің уы улап, кеуде тұсындағы жүрек түген бір уыс ет мұз кесекке айналып бара жатыр еді. Мұхандар 17-ге толып мектеп бітірген кез, бүкіл ел ала-дорба арқалап жүрген кезеңге тап келді. Мектеп бітірген Мұханда бір ғана мақсат болған. Ол ой баю, жылдам баю, өзіне зәбір көрсеткендердің бәрін алдына жығу үшін баю, елден ерекше болу үшін көп ақша тауып баюды ғана ойлады. Мектептен аттестатын алған бойда қалаға жол машинамен тартып кеткен Мұханда не істеймін, қалай өмір сүрем деген шешімді ой болмады. Қалаға барған соң көзіне түскен жаман темір-терсек, алюминий, мыс теріп тапсыра берді. Қалағанынша тамақ алып жеп, өзінше бір сыпыра киінген болып жүргенде, қаланың балаларымен танысты. Істейтін іс жоқ, темір тапсырады, тапқанын қасындағылармен бөлісіп, ішіп жейді. Үйлердің жертөлелерін паналап жүргенде, бір жолдасы үлкен іс барын айтып, соған шақырды. Түнделетіп барып, 4-5 жігіт болып, бір қалтарыста тұрған жүк көлігіндегі заттарды қоймаға түсіріп жатқанда, бұларды милиция қызметкерлері ұстады. Көліктегі жүк ұрлық екен. Бұлар ештеңе білмейтін. Ақшаға жаңылданған жүкшілер екенін білгесін, жігіттер куәгерлер санатына шығарылып, зорға құтылған. Ауылға келіп, әзірге тыныш жата тұрайын деп келгенде, көңілі қалған нағашысына бармады. Ағасының үйі жақтырмады. Содан азып-тозып тұрған өз үйіне келіп жатты. Ол кезде ауылда да мыстың дүрбелеңі жүріп жатыр екен. Бұл да сол мыс жинап, нәпақа тауып, ешқайда бармай, ауылда сенделіп қалған сыныптастарына қосылды. Күзде әскерге шақырту келді. Мүмкін әскерде болу дұрыс өмірге бір жол көрсетер деген үмітпен өз еркімен бірінші кезекте әскерге аттанды. Әскерде де адам айтарлықтай тәрбие көре алмады. Облыс-облысқа бөлініп төбелесу, үлкендердің кейінгі келгендерге әлімжеттік жасауы, жастайынан сұрау жоқ, жетім көкірек, намысқой Мұханға бұл жерде тек жұдырықтың күшімен өмір сүру қажет болды. Жанын одан әрі ашындырып, жүрегін темірге айналдырып жібергені болмаса, әскердің бұған пайдасы бола қоймады. Әскери мерзімі бітіп, ауылына да келді. Мұхан әскерден келген екен деп, бұл үшін сүйіншілетіп, аса қуанған адам бола қойған жоқ. Бар болғаны, баяғы әскерден қашып пысып жүрген бір жар құрдасымен барға барып жуып, соңынан арық ішіп, өзінің жөндеу көрмеген үйіне келіп жатып қалды. Ертесіне басы мең-зең боп оянып, пакеттегі шайды қайнатып ішіп отыр еді. Әкесінің ағасы келді. Екеуі бір-бірімен салқын амандасты. Бала, әскерден келіпсің, оң болсын. Қош келдің. Армия дегенде бір міндетің. Одан аман-есен құтылған болсаң, бопты да. Ал енді не істемек ойың бар? Қолыңнан не келеді? Қандай тірлік қылмақсың? Әкеңнен хабар жоқ па деп, туыстық сезіммен сұраса бастап еді. Мұхан, не тірлік дейсіз бе? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Әке-шеше мейірімнен жұрдай, жастайынан көріп келе жатқаны аш құрсақ өмір, кеудесінен кері итерілу, өмірдің екінші сорт адамындай сезіну аз ба? Ендігі сценарий бойынша әлдекімдерге қосылып, арақ ішіп, қыдырып, түрлі қылмыстар жасап сотталып,
Жылдан жылға сол түрмеден түрмеге ауысып, өмірімді бір барақтың түбінде бітіруім керек шығар. Міне сендерге деп қолын шығарды да, мен сендердің ерегескенде бар ғой, тірі қалам, менің мықты үйім, сұлу әйелім, астымда көлігім, оқымысты бала-шағам болады. Естіп отырсың ба? Солай, осы уақытқа дейін бір адамға да керек болмаппын. Енді маған ешкім де керек емес. Әке дейсіз бе? Менде ол болды ма? Ана, әке деген ұғымдар мен үшін баяғыда өлген. Мен адамдар деп аталатын аңдардың арасындағы Мауглимін. Яғни бөлтірікпін. Енді арланға айналып келе жатырмын. Мен өз отбасымды құрам. Менің өз әлемім болады. Ол таза да әділетті әлем болады. Ол жерде адамдарға орын жоқ. Ол тек менің қоғамым, менің әлемім, менің отбасым болады деп, көздерінен от шашқанда, заты жуас ағасының жүрегі дүр етті. Ішінен күбірлеп, Құдай сақтағай, бісміллә, бісміллә, мына бала адам сойып жейді ғой деп, түршігумен үйден шыға берді. Үйін өткен бағасына сатып, дүние мүлік дегеннен бір киер киімдерін, өз керек жарағын алып, талай жылдан үйде сақталып жүрген үлкен атасының суретін ғана алды. Ол өзінің тегі Қоңыратбай деген еңсегей денелі шалдың бейнесі еді. Кішкентай кезінен есінде қалғаны, ол атасы батыр болған. Мұқан туыстан тек осы атасын өзіне ұқсатып үлгі тұтатын. Ешкіммен қоштаспастан қалаға тартып кеткен Мұқанның алдында белгісіз, қызық та қорқынышта өмір тұр еді. Мұқанның бұл ауылдан кеткеніне 29 жыл болған екен. Сол 29 жыл ішінде не көрмеді десеңші. Қолдаушысы жоқ, ақшасы жоқ, баспанасы жоқ жетім баламен ешкімде сөйлескісі келмеді. Қайда барса да еститін сөзі жоқ болды. Сауда жасап көрген еді, оны да келістірмеді. Сауда дегенге жібектей есіліп, иненің көзінен өтіп тұру керек екен. Жалпы анау-мынау жерде тілің майда болып, мінезің жұмсақ болмаса, өмір сүру қиын екен. Өмірден жылылық көрмеген, ішер ас пен киер киімге жарымай өскен, өмір сүруге, адам тану құқығына ие болу үшін жұдырық пен ерегеспен өзіне жол салуға тура келді. Сол кездегі дача деп аталатын үйлер су тегінге сатылып, кейбіреулері иесіз қалып жатқан уақыт еді. Мұқан ауылдағы үйін сатқан ақшаға бір бос жер мен бір үйшік сатып алып қойған. Соның көп пайдасы тиді. Көшіп бара жатқан орыс көршісінің жер телімі мен қарайған құрылыс материалын арақ беріп жүріп, арзан алып қалған. Екі жер орынды материалымен қосып сатып, көп қабатты үйлердің екінші қабатынан пәтер сатып алды. Ауысқан ақшасына үйренген кәсіпқой деп, қалаға жақын ауылдардан темір терсек жинады. Бірақ бұл бизнестің де өмірі қысқа болды. Бұл іске алпауыттар, крышасы барлар келгесін, Мұқан сияқты майда шүйделер қатардан ығысып шығып қалды. Бір жолдас жігітінің көмегімен $200 бір мұнай мекемесіне слесар болып жұмысқа орналасты. Мінезінің салмақтылығы, өзіне сенімділігі бастықтарға ұнап, 4-5 айда қоймашы болды. Сонымен бұның толыққанды адам ретінде өмірі басталды десе де болады. Жұмыссыз қаңғып жүрген кезінде Ресейден көлік қуып еліп жүретін. Солармен сөйлесіп жүріп өзіне су жаңа Жигули 06 алды. Бұл енді бай, бойдақ жігіт атана бастады. Жиын тойда немесе жұмыстас жігіттермен отырыспақ, таза ауа серуендерде бір кісідей ішеді, бірақ мас болған емес. Бұрынғыдай емес, ашылып арқа-жарқа отырмайды. Басса, ашылып немесе дарақланып күлген емес. Сол салмақты сабырлы қалпы, қабағын керіп немесе түйіп қараса, анау-мынау адамның жүрегін дір еткізердей қарайды. Қыздар қылымсып, баз біреулер тамыр таныс қыздарын тықпалап жүрді. Бұл еш қайсысына жылы шырай білдірген емес. Тіпті бос тұрған үйіне жігіт болып қыз ертіп келген емес. Бір күні есік алдына шықса, бұның су жаңа көлігін көршінің 3-4 жас шамасындағы кішкентай баласы жерден тастың қиыршығын алып сызып тұр екен. Іші удай ашыған бұл қасына екі аттап барып, баланы жұлқып-жұлқып шапалақпен бір тартты. Баланың жан дауысы шықты. Жүгіріп
анасына келді. Баланы баға алмайсыңдар ма? Тәртіпке үйретпейсің бе? Неге туасың деп ұрсып тұр. Баланың анасы да, кешіріңіз, ештеңе білмейтін бала ғой әлі. Енді жоламайды қасына. Қарасаңызшы, қорыққаннан дір-дір етіп тұр. Кешіріңіз бізді деп бәйек болып жатыр. Кешірім дейсің бе? Балаңды көзіңнен таса қылма. Кешірім керек болса, мынаны толық бояп бересің. Қазір көлікті толық бояу 40-50 мың теңге. Қане, сол ақшаны тап. Болмаса міне көлік. Ертең кешке дейін боятып әкел деп шүйлікті. Айқайға жиналып қалған көршілердің үлкендер жағы: «Оу, шырағым-ау, баланың ісіне сонша шамданғаның не? Сабыр етсеңші, өзің бала болмап бедің, жап-жас семья қайдан табады ондай ақшан?» Сабыр ет десіп, ақыл айтып жатыр. Оған жібей қоятын мұқан ба? Бала тууға жеткен ақылы тәрбиелеуге жетпесе кім кінәл? Жандарың ашып бара жатса ақша жинап беріңдер. Менде ойнап жүрген жоқпын. Ақша жасайтын станогым де жоқ. Саған ең соңғы мерзім ертең түске дейін. Болмаса сотқа берем. Мына көліктің толық бағасын өндіртіп алам, деп әйелге жеке сөйлетті. Сөйтті де қарайған аңтарылып қалған көршілердің көзінше көлігіне отырып кете барды. Қайдан тапса да ертесіне көрші келіншек 30 мың теңге әкеліп беріп тұрып: «Жап-жас болып қатыгез екенсің. Бұлай қалай өмір сүресің?» деп оқты көзін қадап тұрып алды. «Өмір бал емес. Қатыгездік дегеннің не екенін сен қайдан білесің? 30-ға көніп тұрғаныма рахмет айт. Ал балаңды енді көлік жанынан көрсем аямайым. Мен ескерттім», деп ақшаны қалтасына сала салды да есігін жауып алды. Содан соң бұның көлігінің жанында бала ойнамақ түгілі ересектердің өзі айналып өтетін болды. Бір күні өзінен үлкен бір жұмыстас жігіті келіп сөйлесіп отырғанда өзінің жақын балдызы барын, ол қыздың да ата-анасы жоқ екенін, осы қалада колледж оқып жатқанын айтқан. Әкесінің немере әпкесінің қолында тұрып жатқан қыз өзін өте қолайсыз сезініп жүргенін, жиендері онша көп ұната бермейтінін, қанша айтқанмен қалалы жерде пәтерлер таршылық қылып жүргенін айтқан. Бұл салған жерден кездестірші деген. 2 күннен соң күндіз апарып таныстырды. Қыздың аты Гүлназ екен. Мұқанға өте сұлу болып көрінбесе де, ақшыл өңді, жұмсақ көзді. Күлгенде екі беті қызарып, әдемі болып кететін ұнады. Кафеде танысып отырып, екеуі ұзақ әңгімелесті. Тағдырлары да ұқсас болып шықты. Мұқан көп сөйлеуді, біреуге ұнауға тырысуды, соның ішінде қызбен сөйлесіп, көңіліне ұнар сөз іздеп отырар адам емес. Турасына көшті. «Гүлназ, сен маған ұнадың. Қосылайық. Қалған күнімізді бір көрейік. Байқап отырсам, сен өте ақ көңілсің, жұмсақсың. Сендейлерге өмір сүру қиын болады. Өмір сен ойлағандай қызылды жасылды емес. Адамдарда сондай бір керемет жақсы емес. Қалған өмірде саған қорған болып өтейін. Тек сен мені сатып кетем деп, маған жамандық, арамдық ойлаймын деп ойлама. Олай жасайтын болсаң, сен де, мен де бұл өмірде болмаймыз. Мен орынсыз дөрекілікке, аярлық пен арамдыққа, жамандыққа бармаймын деп, осы жерде уәде берем деп, шын ниетімен сөйледі. Әркімдердің басынып, қолдан келсе төсекке жыққысы келіп жүрген ниеттерінен шошынып, қолдаушым жоқ, қорғаушым жоқ, қалай өмір сүрер екенмін деп жүрген Гүлназ үшін мұны әңгіме ашық күнде күн күркіреп, найзағай ойнағандай көрінді. Шынын айтса, алдындағы ер жігіттің мысы басып, соның әсерінен шыға алмай отыр еді. Қайдан білейін, Мұқан, бұрын соңды бұндай жағдай кешіп көрмеппін. Екеуміздің танысқанымызға әлі 3 сағатта болған жоқ. Танысып болмай жатып қосыламыз деу қызық екен. Екеуміз бір-бірімізді дұрыс танымаймыз да ғой, деп күмілжіңкіреп жауап берді. Гүлназ, кейде бір адамды білу үшін жылдар жетпеуі мүмкін. Кейде көзіне бір қараудың өзі жеткілікті. Мен жақсы күйеу болам ба, жоқ па анық білмеймін. Менің білерім, мен сені ешкімге қорлатпаймын. Кеудемде жаным барда ештеңеге мұқтаж қылмаймын. Сөзім осы. Я деп маған сенсең, осы жерден қол ұстасып бірге шығамыз. Жоқ десең, осы жерден қоштасамыз деп қадалып тұрып алды. Гүлназ Мұханның көздеріне тура қарап тұрды да,
жас толып тұрған көзін тайдырып, үнсіз бас изеді. Бұлар сол күні 3-4 жолдастарымен Мұханның үйінде отырыспақ жасап, өздерінше тойдың кеңесін жасаған болды. Ертесіне Гүлнәздің азын-аулақ киім-кешегін алуға барғанда, қыздың апасы бір өнер көрсетті. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды. Қайткенде де азын-аулақ кәде ырым болу керек. Өмірлеріңнің басы майлы болса, соңы сайлы болады деп, өзінше әңгіме айтып бастаған. Мұқан да бұлардың қыр-сырын Гүлназдан естіп қанық болған. Әсіресе бір бастық жақынына тоқалдыққа бермекші болғанын естігенде қатты ашуланған. Бірақ бұл жерде салғыласып отырмады. Оның үстіне апайы өлі тірісі деген кәде бар. Гүлнәздің ата-анасы риза болу үшін сол кәде жасалу керек дегесін, Гүлнәздің апасымен 60-қа таяп қалған жездесіне қолындағы машинаның кілтін ұстатты. Ол кездерде әлі көп адамның қолы жете бермеген, жаңадан алынған 06 Жигули екеуінің де аузына құм құйды. Мен жетім өстім, бәрін өзім жасадым. Ырым сырым дегенді білмейм. Алсаңыздар кілт міне, құжаттар көлікте. Аттарыңызға аударып алуға сенім хат берем. Болды, бітті осымен. Осын алып, қалған ырымдарыңызды соған сыйғызарсыздар деп, Гүлнәзін жетектеп шығып кетті. Жұмысындағы үлкен кісілердің айтуымен, жолдас жігіттердің қолдауымен, 40-50 адаммен кафеде той болып, беташар рәсімі жасалды. Сол кезде Ресейдегі дефолттың пайдасы Мұханға тиді. Жұмыста жүріп ақ Ресейден арзан тауарлар алдырып, қаржылай біраз көтеріліп қалды. Черновой вариант деген ремонтсыз арзан үйлер алды. Ремонттап, Гүлнәздің атына қойып, жалға беріп тастады. Тағдырдың тары қыспағын тартқан екі жетім, күн көреміз, адам қатарына қосыламыз деп, алға қол ұстасып кете берді. Арада 20 жылдан астам уақыт өтті. Мұқан 49-ға келді. Мұқан мен Гүлнәз бұл кезге дейін бір ұл, екі қызды болды. Үлкен ұлы үйленіп, екі қызы бой жеткен кезеңде де Мұқанның көкірегіндегі баяғы ызалы арман кетпей жүреді. Ол арман ауылға көшіп барып, еңселі үй салып, қымбат көлікпен ауылда айналып шығу еді. Осы ойын әйеліне айтып, менің әлі жетпеген мақсатым бар дегенде, жарының бетіне келуді білмейтін Гүлнәз, оны өзің шешесің отағасы. Сен қалай айтсаң, мен көнем. Ана екі қыз қарсы болмаса, ол қайда барар дейсің, көнеді ғой. Жаңа мүшеліңді жаңа қоныста қарсы алып, сенің бір ашылып күлгеніңді көрсек, армансыз болар едік деп, билікті Мұханға бере салды. Шындығында да Гүлнәз күйеуінің шын ашылып, кәдімгі еркекше қарқылдап, тарқылдап, кеңкілдеп күлгенін көрген емес. Қыздары еркелеп, қаладан ауылға көшеді деген не? Ол жақта не қызық бар деп қиқаңдағысы келген. Әкелері, сендер өкінбейсіңдер, қорықпаңдар. Мектеп бітіргесін қалаған қалада оқисыңдар деп еді, екеуі де үнсіз қалды. Яғни көндік дегендер еді. Мұқан туған ауылының шетінен сырттан көптеп көшіп келіп жатқан ағайындардың арасынан екі жер телімін алып, бірден коттедж көтерді. Әрине, қаладағы бір пәтердің ақшасына ауылдан екі үй салуға жететін болғасын, бұл ақша аямады. Отбасымен қалада жүріп, бірде-бір таныстың көзіне түспестен, құрылыстың бар шаруасын құрылысшылардың бригадиріне тапсырып қойып, өз аптасына келіп кетіп жүрді. Мерзімінде біткен үйге бір демалыста көшіп келіп кіріп алды. Үлкен дуал, үлкен дарбазаның ар жағында ешкіммен араласпай бір айдан көбірек уақыт тұрды. Мұқан мен Гүлнәздің ендігі тілегі мына сән салтанат асқан үйде тоңпаңдап немере жүгіріп жүргені. Мұқан сонда 4 құбылам теңеліп, баяғы қол үшін тигізуге жарамаған нағашылар мен ағайыннан есем қайтар деді. Көрсін олар, уақытында мені шеттетіп, қақпайлаған қалай болғанын. Мені құрып кетеді деп ойлап еді. Мен олардан озып кеткенімді көрсін, күйінсін деген ой Мұқанның мазасын алып жүрген. Әйелі, отағасы-ау, бұл жерде ата қоныс қыламыз деп келдік емес пе? Бір мал сойып, ең болмаса молда шақырып, көршілермен танысар бірдеңе жасамаймыз ба деген болатын. Мұқанның ойында да бар нәрсе ол. Тек немерелі болмай жүрмін деген
жағдай алдынан кесе көлденең кетпей жүрген. Қанша айтқанмен әйел деген аты бар. Гүлназ келін екеуі жетінан шелпек таратып, жақын маңда тұратын үлкендеу кісіні шақырып, Құран оқытты. Мұқан үндеген жоқ, бір қалпы. Қабыл болсын деп қоя салды. Мұқан да, ұлы да аят Құран сүресі дегеннен мақұрым жандар еді. Ағайынды қалай шақырам, мына жетістігімді қалай көрсетем, нағашыларыма қалай мақтанам деп жүрген күндердің бірінде Мұқан түс көрді. Түсінде қолында жалаң қылыш бар еңгезердей қоңыратпай атасы қуып келеді екен. Бұл жан ұшыра қашып келеді. Қашқаны құрсын, екі аяғында дәрмен жоқ, аяқтары алға баспайды. Өзінен өзі ақ тер көк тер болып, әбден амалы таусылғасын, ата деп айғайлап, басын қорғай берді. Еңгезердей дәу шал үстіне төніп тұрып, «Ей оңбаған, жетесіз, ана көкірегіңдегі мұзды қашан ертесің? Менің ұрпағым үзілсін демесең, мұзды жібіт, мұзды!» деп шегіне берді. Көзін ашып қалған Мұқан малмандай су боп терлеп жатыр екен. Таңертең түсін әйеліне айтып отырып, әлгі ата-баба аруағына садақаларыңа дайындала беріңдер. Мен ағаларыма, нағашыларыма барып амандасып, ақылдасып келейін деп түске таман кеткен. Баяғыдай емес, ағасы да, жеңгесі де үлкейген, көздеріне жас алып қарсы алды. Мал соямыз деп әурелеп еді, бұл нағашысына да баратынын айтып бас тартты. Үйіне шақырды. Ертең азам мен бала, келін, немерелерін алып, жиналып барамыз деген сөзін алып болғасын нағашысына барды. Олар да жылы қарсы алды. Баяғы анар жеңгесі кешірім сұрап отырып, еңкілдеп көп жылады. Бұлардың мал сояйық, кішігірім той берелік дегенге Мұқаның қай бермеді. Солардан шығып, кешке таман үйіне қайтты. Базарға барып, аралап көріп, жеміс жидек, оны мұны алып шығам деп көп жүрді. Өзінің көшесіне түсіп қарап келеді. Әркім өзінше тырмысып жатыр. Біреулер үй салып болып қалған, біреулері жаңа бастап жатыр. Енді біреулері осыған да шүкір деп, екі бөлмелі баспананы паналап отыр. Үйіне екі-үш үй қалғанда, құмда ойнап отырған жас шамасы аралас 7-8 бүлдіршінді көріп, еріксіз тоқтады. Қастарына келіп, «Балалар, не ойнап отырсыңдар? Мені қосасыңдар ма ойынға? Мен кішкене қастарыңда ойнайын. Оның орнына сендерге алма, алмұрт, жүзім берем» деп көлігін ашып, жемістерін түсіре бастады. Балалар жемістерден таласа тармаса алды да, бұның қасына отыра қалып, «Аға, мә, менің машинам күшті, топырақ тасиды» десе, енді бірі, «Мә, менікін ал, менікі қатты жүреді» десіп шуласып жатыр. Мұқан кішірек бір баланың қолындағы алмасымен бірге сүріне қабына ойнап жүгіргенін көріп күлді. Көзіне жас та келді. Балалық шағына деген сағыныш көзінен моншақтап, жүзін жуып отырса да, балалармен бірігіп, «Врым-врым, бам-бам» деп ойнап отыр. Балалардың қасына әдемі көлік тоқтағанын, балалар жеміс жидекке қарық болып жатқанына үрейлене жинала бастаған шешелері, балалардың қылығына әбден езі кетіп, кейде қарқылдап күліп отырған үлкен кісіні көріп, таңырқай қарасты. Күйеуінің кешіккеніне алаңдаған Гүлназ келінін, «Көшені қараш, атаң көрінбес пе екен? Бағана келе жатырмын деп еді» деп жұмсаған еді. Үлкен дарбазадан шығып қараған келін, екі-үш үй бұлайырақ жерде атасының көлігі тұрғанын көрді. Жылдамдатып жеткенде атасы балалармен мәз-мейрам боп, топыраққа аунап күліп жатқанын көрді. Ізінше үйге жеткенше асыққан келінің алдынан Гүлназ шыға келді. «Не болды? Атаң көрінбей ме?» деген сұрағына келін, «Атам бар. Көрші балалармен құмда ойнап отыр. Атам мәз болып күліп отыр. Мама, атам күліп отыр» деп таң тамаша қылды. Екеулеп жаңағы жерге қайта жетті. Расында да Мұқан есі кетіп, еліріп балалармен ойнап, мәз-мейрам боп күліп отыр. Гүлназ таң тамаша болып тұрған көрші келіншектерге «Тссс» деп сұқ саусағын еріне тигізіп, ишара жасап, өзі күйеуінің бетіне риза кейіпте үнсіз жасаурап қарап тұрды. Келіні шыдамай, «Ту, мама, не боп кетті? Біреуіңіз балалармен ойнап отырып күліп жылайсыздар,
екіншіңіз соны көріп жылайсыздар. Не болып жатыр өзі? Ішімдегіні туып, жолын үйреніп алайын. Сосын сіздерге бір балабақшаның баласын туып бермесем бе? Деді. Гүлназ келініне қарап, ішімдегіні? Не дейді? Сен не бала көтердің бе? Деді даусы жарықшақтана шықты. Әлі мерзімім ерте болғасын, тосын сый қылмақшы едім, деп қарап тұрар жиып. Гүлназ ауа жетпей қалғандай қарманып, аяқ қолын ербеңдетіп, көрші келіншектерді кезек-кезек құшақтап, мен әже болам, о Құдай, бергеніңе шүкір, Алла, сәтін сала көр деп барып, күйеуін құшақтады. Жаным Мұқан, азаматым, сен ата боласың, естисің бе? Үлкен атам жай кірмепті түсіңе. Алла оңнан бұйыртқай деп жалбарынып отыр. Ал Мұқанның көз жасы әлі тоқтар емес, саулап ағып жатыр. Бұл неше бір жылғы жүрекке жиналған мұз еді. Сол еріп жатты. Көңілдің мұңы да, кірі де, ыза мен кек те, көзден жас боп ағып жатты. Осы күнге жету үшін жан таласып, жағаласып, күй кешкен екі жетімді түсінбеген көршілер, мыналардың есі дұрыс па? Деді де қойды. Әңгімедегі адам аттары өзгертілген, сәйкес кеп жатса, кездейсоқтық деп есептелсін. Мұрат Кенжебаев, Көкіректегі мұң мен мұз. Оқыған Әзімбек Қойлыбай.